Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін басқа сабақтарға күндіз жазып отырмын, сондықтан қайырлы күн деп жатырмын. Енді кезекті тақырып сабағымыз, бүгінгі тақырып біздерде дейтін RGB-ге арналады. Яғни RGB жарық диод. Өздеріңіз суреттен көріп отқан боларсыздар. Олай болса, бүгін RGB жарық диод дегеніміз не, оны қалай қолданамыз, және оны программалау бойынша таныстықты бастайық сабағымызды. Сонымен алдарыңызда RGB жалпы бізде Қазақстанда Arduino магазиндерде сатылатында жинақтардың ішінде ең көп таралған екі түрі RGB бар. Мына бірінші RGB жарық диодтың өзі, яғни бұны RGB жарық диод дейді, екіншісін RGB модуль деп атайды. Яғни бұнда байқап тұрсаңыздар, бұл несі бар? Арнайы бір өзі платаға орналастырылған, сол платадан ары қарай бізде 4 контакты кетеді. Екеуінде де айырмашылық жоқ, екеуінде 4 контакты, тек айырмашылық мынада. Мынада біздер, яғни біз оны бірінші сабақта жарық диодты өттік қой. Яғни жарық диодты қосу үшін қалай еді? Біздің жарық диодымыз дейтін, яғни Arduino'мыз 5 вольт ток береді, жарық диодымыздың максимальный жұмыстан алатыны, яғни жарықтығына байланысты 3 вольт. Сондықтан да біздер жарық диодты күйіп кетуден сақтау үшін, жанып кетуден сақтау үшін біз дейтін міндетті түрде кедергі қолданамыз, резистор. Мынада тап сондай жарық диод, тек бұның айырмашылығы, яғни RGB-да әртүрлі түстер жаналады. Яғни негізгі үш құрамнан құралады. RGB деп айтқан ол red, қызыл, green, жасыл и blue біздерде көк түс. Осы үш, яғни көк түстердің араласуы арқылы біздер дейтін әртүрлі түстерді ала аламыз. Енді қазіргі кезде Canva бар, жалпы дейтін көптеген жасанды интеллект бар. Мысалға да ChatGPT-дің өзінен бананы, жаңағыдай Gemini-дағы неше түрлі жоба жасауға. Ал енді бұрын деген оның бәрін өзіміз отырып Photoshop, Adobe Photoshopпен немесе CorelDRAW-мен отырып суретті реттеп, яғни тойға, фотоға түсіруге шыққандар дейтін оның коррекциясын келтіріп, әдемілігін жасап отыр. Сол кездерде көп түстердің біздерде дейтін, яғни мысалға баннер шығаратын болсақ, немесе бір распечаткамен айналысатындарға хабарласқан кезде кейбір түстердің RGB кодын сұрайды. Яғни RGB коды деген сөз, әр түстің, мысалға сары түс болатын болса, ол сары түс болу үшін қызыл дейтін, мысалға RGB-дің максималды коды әрбір 0-ден 255-ке дейін. 0 деген түс жоқ, яғни 255 деген қып-қызыл деген сөз. Сөйтіп, мысалы қызылдікі дейтін, мысалға сары түстікі қызыл 200, келесі жасыл көбірек араласқан болса, жасыл мысалы 150, көктікі аз болуы мүмкін, немесе жоқ болуы мүмкін. Сөйтіп біздер сары түс табуымыз мүмкін. Сол сияқты әрбір түстердің өзінің RGB коды болады. Тап сондай біздің қазіргі енді шынайы өмірде сіздер телефоннан көріп отқан болсаңыздар, немесе компьютерден көріп отқан болсаңыздар, ноутбуктен ол экранда, мысалға менің үстімде футболканың ақ екенін, артындағы фонның қара екенін, соның барлығында экранда қызыл жасыл, оның барлығы біздерде экранда RGB жарық диодымыз бар. Әрбір RGB жарық диодтың тек біздерге үлкен аралар көрінбес үшін тығыз орналасқан расширение дейді, мысалға техника сатып алған жағдайда сол расширениесі дейтін RGB жарық диодтардың ұзындығынан қанша, енінен, көлдеңінен қанша, соған орналасқанына байланысты расширениесін береді. Сөйтіп біздің қазіргі сәтте мен сіздерге сабақта да мысалға экраннан RGB жарық диодтары арқылы менің сұлбам, артымда цветной бәрі солай көрініп отыр. Яғни Arduino'да енді осы RGB жарық диодты, яғни үйренуге болады, RGB жарық диодты басқаруға. Қандай түс алғымыз келеді, ол үшін біз RGB кодын барлығын тереміз. Так, енді әңгіме жаңағыдай RGB жарық диодтың екі түрі болады дедім. Яғни біреуі мынандай жаңағыдай кедергі қолданамыз. 220 омдық кедергі Arduino жинақтың ішінде. Екінші мына модулінде дейтін, яғни 220 омдық, яғни кедергілер модульде бірден орналасқан. Бұны тек Arduino макеттік платаға қоямыз да бірден неге Arduinoға қоса береміз. Яғни сол арқылы дейтін бізде бұған дейтін екінші қарасында модулінде резисторларды іздеп қажет жоқ. Яғни бірден қоса береміз. Екеуінің айырмашылығы сонда. Енді мына алдарыңызда тұрған суреті, бұл RGB-дің суреті. Бұнда енді мына интернеттен бір нәрсені айтқым келеді. Интернеттен алынған нәрсенің барлығы дұрыс деп айтуға болмайды. Мысалға мынада біздерде қазір сәтте үшеуін диод етіп көрсетіп қойған. Енді жарық диод болу үшін үшеуінің үстінде жалпы бағытталған стрелка болу керек. Бұл деген сөз, бұл диод емес, бұл жарық диод екен, яғни жарық шығатын көрсететіндей болады. Мына жерде үстіне стрелкасы болу керек. Оны қазір Tinkercad тасығанда көресіздер. Енді жалпы кейбір дүкендерден сатып алуға барғанда, радиоэлектроника дүкендері, сіздерге RGB алам десеңіздер, сізден сұрайды, қайсысы деді? Общий катод па, әлде жалпы катод, ортақ катод па, әлде ортақ анод па деген. Бізде жинақтардың, Arduino жинақтарының ішіндегінің мен ортақ аноды бар жарық диодты RGB-де кездестірген жоқпын. Алған жинақтардың ішінде былай жеке өзіміз керек болып алғандарымыз болды, бірақ жалпы жинақтың ішінде бізде ең көп кездесетіні ол ортақ катоды, яғни бірінші тұрған сурет. Бірақ мынадан суреттен көріп отқан болсаңыздар, оның ортақ
анод күйіндегі істеп жатыр. Яғни мыналардың барлығы неге қосыла береді, бірақ та ортақ барлығы 5 вольт арқылы жұмыс жасайтыны бар. Яғни сөйтіп ортақ катод, ортақ анод деген RGB-дің екі түрі болады. Енді Tinkercad-қа өтіп схемамызды жинап қарайық. Сонымен Tinkercad-тағы RGB-дің түрі де ол ортақ катодпен. Мінекей. Мына былай көрсетіп қоюым болады, мінекей. Қызыл катод, көк және жасыл порттар бар да. Яғни біздерде катодымызды жендеге қосамыз, анодтармен қалған 3 портты біздер шим порттарға қосатын боламыз, себебі әртүрлі түс алу үшін. Сонымен макеттік платаға орналастырайын. Бірінші мен деген минус, яғни қара сым арқылы граундтан алып шығып, макеттік платаға минус беріп қояйын. Негізі осылай орналасқан жақсы, себебі мен қазір бір сабақ түсіндіріп жатырмын, бірақ ертең дейтін қандай да жоба ары қарай жалғастырып кететін болсаңыздар, минус әрқашанда ортаққа келіп тұрады. Сонымен катодымды қосып аламын минусқа. Енді былай жасаймын. Маған енді кедергі қажет болады. Әрбір қатарды мен кедергіге қосам. Мінекей, қызылым. Кедергі менде 220 Ом. Так, көшіріп аламын да қоя беремін. Сонымен мен 3 кедергіні орналастырдым. Қызыл үшін кедергі бар 220 омдық, көк үшін кедергі бар және жасыл үшін кедергі бар. Сонымен қызылымды мен қайда қосған білу үшін оған қызыл түсті провод алайын. Оны дейтін 3-ші портқа қосам. Шим порттарға қосамыз. Қазір неге екенін тағы түсіндіріп айтам. Келесі көк. Көкті мен кішкене төмен жағынан алайын. Қазір біріне бір мінгес кетпес үшін. Көгімді мен деген 5-ке қосайын. Енді жасыл түсін қалды. Оны жасылмен алайын. Жасылды деген 6 қалып барам. Сонымен менде RGB жарық диодым бар. RGB жарық диодта айтын, яғни 3, 5, 6 үшеуі шим портқа қосылған және ортақ катод минусқа қосылған. Енді кодты көрсетпес бұрын схемаға өтейік. Мінекей. Схемадан көріп тұрған болсаңыздар, жаңағыдай, мінекей. Ортаға минусқа, бана мен айтқан үстіндегі стрелка мінекей. 3 жарық диодымыз. 220 омдық кедергі арқылы. Енді код жазуға өтейік. Код мен алдын ала жазылып тұр. Енді не хабарланып тұр? Int айнымалысы арқылы, бүтін сандар жиыны арқылы әрбір 3 айнымалыны хабарладым, типі intке жатады. R деген айнымалы, яғни қызылда айтып отырмын. Red'кі ол 3-ші портқа қосылған қызыл сымым, көк сымым 5-ке қосылған, жасыл сымым, яғни жасыл түсімдікі ол 6-ші портқа қосылған. Сәйкесінше ешқандай жарық диодтан айырмашылығы жоқ. Жарық диод сияқты режимдерді көрсетеміз. Үшеуі де output режимде жұмыс жасайды, яғни үшеуіне де ток барған кезде сәйкесінше менің қызыл, жасыл, көгім жанатын болады. Енді мынандай нәрсе бар. Void set color. Осыған дейінгі жазылғандардың ішінде бізде бұндай функция болмаған. Яғни Arduino'мыз ол дейтін C++ негізінде болғандықтан, яғни біздер бұған кез келген функция шақыра аламыз. Тек ерекшелігі бұл функция өздігінен жұмыс жасамайды. Яғни void set color деген функция өзінен өзі жұмыс жасамайды. Әзірге мына void setup немесе void loop'тың біреуі атын айтып шақырмайынша. Яғни былайша айтқанда дейтін функция дегенде былай түсінуге болады. Сіздер дейтін үйде бір капельникке ақша жинап жүрсіздер. Мысалға бір нәрсе ертең мен ақшам түссе, ақша жинасам, мысалы бір iPhone алам, қазіргі немен балалардың несімен қандай болады? Армандармен iPhone алам, PlayStation алам, бір велосипед алам, самокат алам деген сияқты. Сіздер жинап жүрсіздер, тап сол сияқты, пока сіздерге ақша жетпей толмайынша, сіздер оны жұмсамайсыздар ол ақшаны. Тап сол сияқты void set color'да деген сондай бір бөлек өзінен тұратын функция. Әзірге оны не void setup, не void loop екеуінің біреуі шақырмайынша, ол программаның ішінде тұрса да, егер шақырылмаса, ол компиляциядан өтеді. Компиляция бойынша тексереді, дұрыс жазылған ба, яғни ішінде артық хабарланбай кеткен айнымалы жоқ па, оның бәрін тексереді. Бірақ программа жұмыс бастағанда ол шақырылмаса жұмыс жасамайды. Сонымен мен void set color деген функция қостым. Ол функцияны, set color деген функцияны. Мысалға void setup пен void loop деген менде мына жақшалардың ішінде ешқандай айнымалыға тәуелді емес өзіндерінен жұмыс жасай беретіндей болса, мен void set color деген функциям 3 айнымалыға тәуелді болады. Ол int red. Мен неге int деп жоғары бұл жерге жазып отырмын, себебі мен жоғарыда оларды хабарлаған жоқпын. Мен тек жоғарыға r, b, g деген 3 әріпті ғана хабарладым.
Сондықтан мен функцияның ішіне хабарлаймын int red, int blue и int green. Яғни менде void setColor деген функциям 3 айнымалыға тәуелді. Red, blue, green деген. Енді бұлар ары қарай бұл қандай қызмет атқарады? Analog write. Байқап тұрсаңыздар, мен RGB-ді 3, 5, 6 деген порттарға қосқан менде өткен сабақтан байқаған болсаңыздар, shim-порт деген ол әрі сандық порттың қызметін, әрі аналог порттың қызметін атқаратын болатын да, графигі былай жоғары төменге. Яғни соның негізінде мен енді бүгін дейтін 3, 5, 6-ны не істеймін? Сендер сандық порттың емес, енді маған олардың кім болып жұмыс жасағаны керек? Аналог порт болып жұмыс жасағаны керек. Сәйкесінше бұдан түсетін келесі заңдылық, мен дейтін RGB-ді міндетті түрде shim портқа қосуға міндетті емес, керек болса мен оларды аналог портқа да қосып жұмыстандыра аламын. Яғни ертең сіздер жоба жасаған уақытта shim порттарыңыз бос емес болып жатса, онда паника ұстамай, оларды неге қосамыз? Аналог портқа қосуға болады. Без паники деген. Сонымен void loop-қа өтейік. Void loop-тың ішіне істеймін, setColor деп void loop шақырады. setColor деген, мысалға сыныпта мұғалім түген дейді ғой, біреуді атын айтқандағы сияқты да, арман деген да. Сол кезде арман орнынан тұрғандағы сияқты. setColor деп шақырады. setColor деп шақырғанда программа setColor-дың ішіне кіреді. Енді сол кезде қараңыздар, мына жерде 255 дегендер. Не істейді? Int red деген айнымалының мәніне 255-ті меншіктейді. Және сәйкенше мына 255 болса редім, ол мына жердегі r-ға келіп 255-ке айналатын редім. Сонда менде analog write r деген айнымалы, ол 3-ші портқа ток 255-тік, былайша айтқанда максимальный яркость береді. RGB жарық диодтың яркості ол 0-ден 255-ке дейін аралықта. 255 деген максималды жарық деген сөз, 0 деген өшіп тұр деген сөз. Ол арасындағылар уже тусклый, соған байланысты өзгеріп отырады. Сонымен қызылға айтады, сен максималды жан дейді. Қызылым 3-ші портым максималды ток береді. Қызылым сәйкесінше максималды яркостьқа ие болады. Сөйтіп, келесі 0 дейді. Қарап тұрсаңыздар, ол blue, көкке айтады, сен 0 боласың дейді. 3-ші тұрған санымыз ол да 0. Яғни greenге айтады, сен де 0 боласың. Сәйкесінше, мына 2 blue мен green 0, redім 255 болатын болса, менің RGB жарық диодым қып-қызыл болып жану керек. 1 секундтан кейін айтады, данныйды хабарлайды. Қайттан setColor деп шақырады void loop. Енді айтады, red 0 боласың, blue 255 боласың, green 0 боласың дейді. Сол кезде не істейді? Сәйкесінше менің қызылым мен жасылым өшеді, ортадағы көгім максималды жанады. Жарық диодым қандай түске ие болады? Көк түске ие болады. 1 секундтан кейін алғашқы екеуі өшіп тұрады, соңғысы жанады. Ол деген не білдіреді? Яғни алғашқы екеуі 0-0 болып тұрады да, менің жарық диодым қандай түске ие болады? Жасылға ие болады. Сонда менде 1 секундқа қызыл жанады, 1 секундтан кейін ол көкке ауысады, 1 секундтан кейін ол жасылға ауысады. Қазір осыны тексереміз, сосын ары қарай тағы басқа түстерге мән беріп қарайтын боламыз. Сонымен тексерейік. Так, олай болса тексерейік. Мынаны бүйтіп бірнеге келтіріп алайын. Сонымен начать моделирование да бастаймыз. Мінекей, қызыл, көк, жасыл, қызыл, көк, жасыл, қызыл, көк, жасыл, қызыл, көк, жасыл. Осылай үшеуін шақырған сайын орындала береді. Енді мен басқа түстер алғым келеді. Басқа түстер алу үшін есе мен мына нөлдерді өзгертуіме болады. Мысалға мен мына жерде 0-ге алайын да 0 емес, мысалға бұны дейтін 150-ге ауыстырайын. Мұнаны мысалға бір 83 дейін мысалға. 255-ті кішкене кемітейін. 190 дейін. Так, мына жерден қызылға мысалға 58 қойайын. Жасылымды 155-ке ауыстырайын. Көгімді деген мысалға 120 қойайын. Мұнада қызылымды енді орта мәнге алып шығайын. Так, қызылымды мысалға айтын 120 жасайын. Көгімді дейтін 90 жасайын. Мұнаны деген 170 жасайын. Қандай түс болатын білмеймін. Рандомны алып отырмын. Так, енді басайық. Бірінші түсім розовый, ақшыл көк, ақшыл жасыл да. Мінекей, өйстіп сіздер әртүрлі түстерді өзгерту арқылы кез келген түс алуға болады. Яғни қызыл, жасыл, көктен басқа, жаңа мен алып отқан розовый, ақшыл жасыл, ақшыл көк сияқты, ақшыл көк дегенде қалай березовый ма қандай түс ма. Сөйтіп солай әртүрлі өзгертіп өзімізге қажетті
түстерді реттеп алып отыруға болады. Міндетті түрде тек қана осы үшеуін жазу емес, астына дейтін мысалы set color деп қойып жазуға болады. Енді тағы да бір ескеретін жайт, міндетті түрде жаңадан шақырылған функция екі функцияның арасында болуы міндетті емес. Мен мысалға бұл жерден дейтін void set color'ды алып тастайын. Так, алып тастайын да void loop'тың астына түсірейін. Сонымен менде қалай тұр? Void setup тұр, void loop тұр, и set color, void set color тұр. Бәрібір жұмыс жасап тұр. Ол нені білдіреді? Компиляцияда барлығын тексеріп шығады, бірақ set color деп мына жақшамен шақырылған уақытта мына тұрғанда ол программа түсінеді, бұның функция екен. Сосын void setup пен void loop'тан басқа тағы да мына функция void set color'ға жүгінеді де, оны желкесінен сүйреп set color'ды мына жерге алып келеді. Сен шақырып жатыр деген. Set color келеді. Қандай мәндер? 190, 150, 83 тұр ма? Сәйкесінше ол сол мәндерді аналог райтқа береді. 190 болып қызылым дейтін 190 деген яркіспен жанады, немен көгім дейтін 150, и жасылым 83 болады, бізге дейтін қажетті розовый түсті береді. Сөйтіп сәйкесінше қажет түстерді ала беруге болады. Так, сонымен RGB жарық бойынша бүгінгі сабағымыз аяқталды. Tinkercad'мен тексеріңіздер. Arduino болса Arduino жинаққа қосып қараңыздар. Нағыз не болатса мынандай жазуға болады да, бүйтіп Google-ға не ашып, Google-дан жазып. Мысалға дейтін RGB код, мысалы белого цвета немесе вообще просто RGB код, белый цветтен шығып кетті. Алып тастайын. RGB код деп жазсаңыздар, таблица шығады. HTML-дағы қажетті түстердің да, мысалға color schema дейді. Мінекей қараңыздар. Жалпы түстердің hex деген жалпы несі бар да, коды бар. Ол мынандай 16-лық неде келетіндей. Немесе мынандай RGB бар. Мысалға Indian Red дейді. Индийский қызыл ма? Ол бізде 250, 205, 92, 92 деген. Сөйтіп әртүрлі түстердің мынандай RGB коды. Өзімізге қажет түстерді өсі болса код бойынша жазып тексеріп қарауға болады. Енді жалпы күндіз көргенде дейтін ол қосқан кезде дұрыс білінбеуі мүмкін. Мысалға жасап болғаннан кейін қараңғы жерге барып свет сөндіріп қойып қосып қарауларыңызға болады. Сол кезде түстердің жұмыстануын анық көре аласыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.